Сәлем достар, біз осы адалдық айында оқушылармен ақылдаса отырып, сыныптан сатушысыз дүкен ашқан болатынбыз. Бұны мектеп көлемінде емес, ең әуелі сыныптан аштық. Себебі біз ең бірінші өзімізді адалдыққа тәрбиелейік. Одан кейін мектеп көлемінде өткіземіз деп шештік. Оқушылармен бірге дүкенге барып, бірге базарлап, бірге алып келіп, сол сыныптағы дүкенді ашқан болатынбыз. Қазір қарасақ, бір аптаның ішінде заттардың барлығы өтіп кеткен. Екінші айналымды жүргіздік. Қазір жартылай өтіп жатыр. Қарасақ, ақшаны санасақ, шын мәнісінде де адалдық болып жатқандығын көрдік. Өте қызықты, көрші сыныптарда келіп жатады, мұғалімдер келіп жатады. Балаларға да ұнады бұл проект. Себебі балалардың өздері осы жоба арқылы адалдыққа тәрбиеленіп жатқандығын сезгендей. Бір жағы жауапкершілік, бір жағы адалдық. Бұл жерде екі нәрсені ұтады. Бір, ешқандай кезек күтпейді. Екі, өз бағасында заттарды сатып алады. Үшіншіден, әрине, адалдыққа тәрбиеленеді. Бұл жоба жалпы бірінші рет ұйымдастырылып жатқан жоқ. Шетелдің көптеген елдерінде жасалып жатқан нәрсе. Біз адалдық десе, біреудің затын рұқсатсыз алмау десе, бірден шетелден, Европа елдерінен мысалдар көрсетіп жатамыз. Неге сол мысалды практика жүзінде біз өзіміз көрсетпеске? Рахмет.